Достар сәлем, сіздермен бүгін Нұралы және де мен бүгін осы аптада ашқан трейдтарыма, яғни оның ішінде NASDAQ-қа шолу жасап өткім келеді. Осы аптада мен NASDAQ бойынша 5 трейд ашқанмын. 5 трейдтің менде 3-еуі тейк, 2-еуі тейк, 3-еуі стоп-лосс болған. Бірақ біз соңында плюс 1% пайдада екенбіз. Осы трейдтарға шолу жасап өтейін. Так, бізде апта 22 күні басталды. Және бірден минус 1-мен жауыппын. Менде мынандай трейд болды. Так, неге бұл лонгқа ашылды? Соны талқылап өтейік. Так, бізде 22-сінен бастайық. Мінекей. Примерно трейд осы аймақта алынды. Қазір мен кескінін сіздерге қояйын. Орташа есеппен осындай трейд болды, бірақ мен бұл жерде жіберген қателігім қандай? Ол баға бізде өткен аптаның максимумын шешкеннен кейін трейд алған болатынмын. Неге? Себебі менде Forex.com деген мына жерде брокер қолданғам. Графигін қарағанда бұл жерде екі бірдей максимум тұрды. Ал FXM-ді қарасам, бізде ол ликвидность шешіп алған болып тұр, және осы жерден мен қателік жібердім NASDAQ бойынша. Так, яғни мына арада бізде екі бірдей хай тұр, equal highs болып. Осыны жаңартуға хайттан барады деген логикамен ашылған трейд болды. Так, менде қателік бұл жерде қандай? Қателік ол біріншіден осы брокердің жағынан, екіншісі ол мен сәл асығып кеттім. Мына жердегі имбалансты көріп, примерно осы аймақтан позиция жинадым лонгқа деп. Бірақ ол жердегі жинағаным особо қатты стоп-лоссқа келді бәрібірде. Осындай трейд болды. Бір стоптан кейін уже сауданы тоқтаттым. В принципе, ничего страшного. S&P орындалмай қалды, тренд шорт өзгеріп кетті. Басқа брокермен салыстырып отыр, басқа брокерді свип деп жазып қойғам. Так, келесі бізде ол NASDAQ бойынша тағы бір трейд. Ол менде бұлай орындалды. Ол менде 23 күні ашылды. Неге мен шорт қарастырдым? Давайте қарайық. Так, FXM өтейік. Так, орташа есеппен бұл трейд менде мына жерде ашылды. Так, 23 күні. Так, неге шорт? Бірінші фактор, ол бізде баға ликвидності шешті, және уже агрессивті түрде құлап бара жатты. Бізде мына жерде закрепление әзірге жоқ, бірақ бәрібірде құлап бара жатқаны көрініп тұрды. 4 сағатқа өтейік. 4 сағатта бізде баға келеді. Нью-Йорк ашылған кезде бірден имбаланс толтырады мына жердегі. Содан кейін кіші таймфреймда біз имбаланстан төмен жабылдық. Енді мен ең басында мына аймақта ары қарай шортқа мына жерде кіргім келген. Бірінші конфирмнан кейін, мына жерде ликвидность. Бірақ нарада мен 2 минутта имбаланс көрмедім. 3 минутқа қойсақ, 3 минутта да имбаланс жоқ. 4 минутқа қойсақ, 4 минутта да имбаланс көрінбеді. 5 минутқа қойсақ, 5 минутта мүлдем имбаланс жоқ. Сондықтан маған бұл әрекет әлсіз секілді болып көрінді, және мен бұған кірмедім. Бірақ бағаны көре отыра мен қалай құлағанын көрдім, және 30 минуттық таймфреймда мен осы аймақта имбаланс таптым. Осы имбаланстан 2 минуттық таймфреймда бағаның қалай жүріп жатқанын байқадым. Келдік, біз мына жердегі имбалансқа кірдік. Кірген соң игнорирование жасадық IFVG. Сосын барып мына аймақта ақырындап структураның әлсіреп бара жатқанын көрдім. Мына жерде біз келдік, имбалансқа реакция бердік.
Және мен мына жерден закрепление берердің алдында мына аймақтан маркет пен шорт бастым. Take profit менде ол мына жердің жаңаруына болған болатын. Так, мен, возможно, входты чуть размазал, қазір көрейікші. Вот. Аха, мен максималін тартқан жоқ, мен мына жерге дейін ғана тарттым. Вот осылай. Примерно осылай тарттым, және маған мені take profit пен жауап берді. Сәтті түрде негізі ары қарай да тартуға болатын еді, бірақ мен олай тартпадым. Енді мына жерде бір тағы нәрсе, ол S&P 500-дің SMT-е. Мен осыған тоже мән бердім. Егер графигін қарайтын болсақ, мына жерде S&P 500 жоғары қарай шыққан, шешкен, мына жақта вот слабый екенін көрсеткен, содан кейін барып имбаланстан реакция беріп тұр, уже мен шортқа белгі екенін көре бастадым. Бірақ енді соңында S&P өсіп, тағы да бір манипуляция істеп берді, бірақ мен бұл жерде S&P-ді алған жоқпын. Менің енді негізгі сауда жасайтын активім ол NASDAQ. Сондықтан NASDAQ бойынша трейдті алдым. NASDAQ четкий мені орындап жауап берді. Так, бұл екінші трейд. Кеттік, келесі трейдті өтейік. Келесі трейд бізде. Так, личный депозитте де алынды. Және профшотта да алынды. Давайте кеттік. Ол менде мына трейд. Так, бұл трейдқа мен не үшін ары қарай шортқа кірдім? 24 күні. Кеттік. Жиырма төрті күні менде ол трейд мына жерде ашылды. Деген неге бұл шортқа алынды? Енді давайте общий анализден бастайық. Так, біз көріп отырсақ, мына жақтағы контекст өзгермеген, төмен қарай құлап бара жатырмыз. Мына күн дневка мен закреплениямен жауап берілген, сатушылардың күшінің мықты екенін көрсетеді. 4 сағатқа өтсек, 4 сағатта біз мына аймақты тесіп өте алмағанбыз, имбаланстан қайтып кетіп тұрмыз. Және қарасақ, мына жерде әдемі инверсия бар, имбаланс, ликвидность қалдырып кеткен. Мен осы ликвидностьті алған соң, ары қарай төмен қарай құлауына позиция аштым. Енді қарайық, міне бізде Нью-Йорк келді. Үстін манипуляция әдемі қылып жасап берді. Бәрін лонгқа кіргізіп тастады. Так, мына свиптан кейін неге көтеріліп кетпеді десеңіздер, астында бізде мына ликвидность қалып қойған. Осы лоу екеуі бірдей болып, баға хайды шешіп, төмен қарай құлады. Енді мен неге кірдім? Менің кіру себебім ол 2 минутта мен өзіме конфирм алдым. Конфирм ол қалай ликвидность шешті. Бірінші белгі, екіншісі инверсия, үшіншісі вот бізде структураны өзгертіп берді. Және мен осы жерде 2 минуттан вот имбаланстан шорт алдым. Тейк, әрине мына жерге дейін қоя салуға болушы еді, до конца күтіп. Бірақ енді мен қай жерге дейін күттім? Мен неше ерер алыппын өзі? Так, менің ерерім 2,5. Мен 2,5 ерер алдым. Мен примерно мына аймақтан уже шығып кеттім. Білмеймін неге шығып кеткенін, маған өзім енді бармайтын секілді болды, бірақ әрине әдемі қылып орындап берді. Келді, құлады, жаптым, четко. Түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі минусовой 2 трейдқа көзімізді жүгіртейік. Так, бұл 2 трейд неге ашылды? Так, дневканы қарайық. Дневка бізде келесі күнге ауыстырсақ. Келесі күн біз былай тұрмыз. Баға келді, ликвидность шешті, закрепление бар. Мына аймақта бізде имбаланс тұр. Енді мән берейік 4 сағатта. Бізде так, мінек примерно мына жерде ашылды бұл трейд. Біз бір күндік имбаланстың ішіне кірдік. Имбалансқа кірген соң жақсы манипуляция істедік. 1 сағатқа өтейік. 1 сағатта бізде үлкен имбалансты көріп тұрмыз. Енді мен мына жерде 2-1-де equal lows қалдырған соң төмен қарай кететінін білдім әрине.
және шортқа қарай позиция аштым. Шортты мен қай жерден аштым? Мен мына жерден асады және кіші таймфреймда 2 минутта вот бізде закреплениемен жабыламыз және мен осы жерден имбаланстан шортқа қарай алып жіберемін. Тейк әрине негізі мына жерге қоя салып спокойно отыра беруге болатын еді, жауып тастап. Мен төмен қарай құлайтынын білдім, мен до конца мына жаққа дейін қойғым келді. Так, или мен қай жерге дейін қойдым? Вот до конца дегенде мен даже до конца емес, мына жерге дейін қоя салдым. Вот. Бірақ түнгі бір кезінде Майкл Бьюри деген кісі мен бүкіл, в общем, акциялар бойынша шортымды жаптым деген жаңалық шығарады. Осыдан кейін баға сағат 1 кезінде өседі ғой, агрессивно. Міне 1 кезінде осылай тұрады, мен жарайды, ладно депті қараймын. Примерно 1 емес, давайте 0,8 кезінде өсіп тұрады. И ладно, қазір бүйтіп мына имбалансты толтырып құлайтын шығар деп ойласам, алды да ата салды үстіге және манипуляция жасап ликвидностьтарды шешіп кетті. Жалпы осындай трейд жасады. Енді бұл менің кінәм емес, по факту. Мен барлығын ереже бойынша орындадым. Менің қалаған нәтижемді былайша айтқанда көрсетіп берді десем болады. Мен кінәм бұл жерде жоқ, барлығын ереже. Енді статистикада бұл, енді мен бұны алдын ала болжай алмаймын. Келесі ол менде мына трейд болды. Бұл трейдта орында енді стоппен жабылды, негізі әдемі болған. Кеттік. Негізі өзім ойлап қоям, соңғы 2 трейдті ашып керек емес па деп, өйткені мен мына жердегі бір трейд 2 трейдтан примерно 5% істеген болатынмын. 4-2% екшен 4-2% бір аптаға істеп, сол кезде демаласыған дұрыс па деп ойлап қалам кейде. Және келесі күн өтейік. Енді сөйтіп, скорее всего, осы аптаға өзіме цель қоям. Мысалы 4% или 5% жасасам, уже болды демалыс деген секілді. Енді мына трейдқа шолу жасайық. Бұл трейд менде мына ликвидностьті шешкен соң алынды. Таргет әрине мына 2 бірдей лоу болды. Кіші таймфрейм өтейік. Кіші таймфреймда бізде баға келді, асты. Вот бір минусы, мен бұл күні енді күнделікті daily plan жазам. Daily планда мен енді бүгінгі не істейтінім бойынша жазам. Мен енді сол daily планда жазып отқан кезінде өзім сәл ұйқым кеп тұрып, біраз энергиям аз болған, себебі мына трейдті тосамын деп кеш жатқан болатынмын. Және сол кезде сәл енді ұйқым кеп өзім дұрыс жағдайда болғанын десем болады. Және соныңды кесірі болуы мүмкін бұл трейдта минус кеткенім. Давайте кеттік. Қарайық. Енді бұл жерде тоже ереже бойынша келіп тұрды, шешті ликвидностьті. Біз төмен қарай құлап жауып бердік астынан. Және имбаланс қалдырдық. Мен ровно осы жерден кірдім. Тейкті былай апарып қойдым. Примерно нормальный трейд болған. Және баға енді былай әдемі алып келе жатты. Бірақ астын шешті де үстіге қарай көтеріліп кетті. Бірақ қарасақ, бұл жерде де бағытын дұрыс анықтағанмын. Яғни соңына дейін күтсем, баға мен тейкпен жауап беретін еді, мысалға да без стоп лосса. Бірақ мен олай рисковать ете алмадым. Так, түнгі бір кезінде әдемі құлатып берген баға. Почти тейк, енді түнгі мына кезде жауып тастайсың ғой бағаны. Так, мына жерде де дұрыс анықтадым, бірақ рестип жасап кетті. Мына жерде дұрыс анықтадым, бірақ рестип. Енді неге олай болды? Бұл жерде бірінші, енді ең соңғы трейд бойынша айтсақ, ол S&P 500-де так үстіндегі енді дұрыс план жасамағандықтан мен ойлағам, мына жерден алып құлайтын шығар деп. Мысалы S&P тоже сондай формация жасап берген болатын. Ликвидность шешті, закрепление бар, имбаланс қалдырды, уже дальше құлайтын шығар деп. Жоқ, ол дальше ары қарай үстіге кетті. Енді осы жерден енді кінә менен деп айтсам болады бұл трейдта. Мына трейдта мысалы алдыңғысында кінә менен болмай статистикалық стоп болса, четкий енді ашылған трейд болып. Бірақ мына жерде енді кінә
менен, өйткені S&P-дағы мына ликвидностьті мен көзімді салмадым бұған, сондықтан баға мені жазалады десем болады. А так, апта жақсы болды. Осы аптаға ризамын. NASDAQ бойынша аккаунт өте жақсы әрекетін жасап берді. Енді 1% тоже нормально, да? Мысалы, мына екеуі болмаса, менде қанша болушы еді? Так, 3% болушы еді примерно, пайда. Жалпы солай достар, енді біз қазір фунттың трейдіне көшетін боламыз.